Кейде ең қауіпті адам ол жау емес, өз халқын қорғау үшін жау болып көрінген адам болады. Ол Итачи Учиха. Сырт көзге ол руын сатқан қылмыскер. Өз інісін жалғыз қалдырған суық қанды адам. Ал әлем үшін ол ең қауіпті ниндзялардың бірі, Акацуки мүшесі. Бірақ шындығында біз ойлағаннан да әлде қайда ауыр. Бұл видеоның соңында Итачиді жек көрмейсің, керісінше оны түсінесің. Ендеше кеттік. Итачи Учиха руының данышпаны. Жас кезінен ақ ол ерекше қабілетке ие болды. 7 жасында ақ ниндзя академиясын бітіріп, 8 жасында Шаринганын оятты. 13 жасында Анбу капитаны болды. Ол Саски Учиханың үлкен ағасы. Саске үшін Итачи батыр болатын, бірақ бір түнде бәрі өзгерді. Бір күні Канохадағы Учиха руы бүлік шығаруға дайындалады. Неге? Өйткені олар өздерін билік шеттетіп жатыр деп санайды. Ал бұл бүлік бүкіл ауылды азамат соғысына әкелуі мүмкін еді. Сол кезде Итачиге ең ауыр миссия беріледі. Не өз руын тоқтату, бірақ бұл жай тоқтату емес еді. Бұл бүкіл Учиха кланын жою болатын. Сол түні Итачи өз руын түгелдей қырады. Тек бір адамды ғана тірі қалдырады. Ол Саске. Себебі ол өз інісін өте қатты жақсы көрген. Сырт көзге Итачи сатқын, бірақ шындықта ол екі оттың ортасында қалды. Учиха руы бүлік жасайды, не болмаса Каноха бүлікті басып тастайды. Егер соғыс болса, мыңдаған адам өледі, ауылдың қираған қалдықтары қалады, бала-шаға зардап шегеді. Итачи таңдауы керек болды. Не өз руын қолдау, немесе бүкіл ауылды сақтау. Ол екінші нұсқаны таңдады, яғни, бірақ ең ауыры ол бүкіл кінәні өз мойнына алды. Ол өз халқы үшін қылмыскер атанып, ауылынан кетті. Бұл жерде ең үлкен сұрақ бар. Неге Итачи Саскені өлтірмеді? Жауап өте қарапайым, бірақ ауыр. Ол інісін жақсы көрді. Саске оның жалғыз әлсіздігі болды. Итачи Саскеге әдейі өзінше көруге себеп болды. Күшті болуға итермеледі. Кек алу арқылы тірі қалуын қалады. Итачи үшін бір ғана мақсат болды. Саскенің аман қалуы және бір күні шындықты түсінетіндігін білді. Кейін Итачи Наруто Узумаки әлемінде ең қауіпті топтардың біріне қосылады. Акацуки. Сырт көзге сатқын, қылмыскер, суық қанды жау. Бірақ бұл да жоспардың бір бөлігі еді. Итачи ешқашан өз еркімен жау болмады. Ол маска киген батыр еді. Саске Итачиді өлтіруге дайындалады. Ол жылдар бойы кекпен өмір сүрді. Бірақ шындық ашылған кезде бәрі құлайды. Итачи өз руын ел үшін құрбан етті. Інісін қорғау үшін жау болды. Бүкіл өмірін жалған образда өткізді. Ол жау емес еді, ол ең ауыр таңдау жасаған адам болатын. Сонымен достар, видеомыздың соңына да келіп жеттік. Итачи тарихы бізге бір нәрсені үйретеді. Кейде ең жаман көрінетін адам ең көп құрбандық жасаған адам болуы мүмкін. Ол махаббат пен жауапкершіліктің арасында жоғалады. Және соңында өзінің аты жек көрінішке айналса да әлемді сақтап қалды. Егер Итачи туралы шындықты білмегенде, сен оны жау деп ойлайтын едің. Ал енді ол ең қайғылы батырлардың бірі. Сен Итачи туралы көзқарасың қандай? Комментарийге жазып, видео ұнаса лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Қош, сау болыңдар.